бар. Соны неге орындатпайсыз деп. Соған маған ой туды да мен қыз баласын, әнші баласын іздей бастадым. Ал мен енді іздеген табады ғой әрине. Мен ойымда жүрді әр уақытта осы қыз іздеп, әнші қыз іздеп. Осыдан 2 жыл бұрын Республика сарайында Шәмші ағамыздың ән кеші өтті. Сол кеште мен Алтынайдың қасында бірге қостауыстан айтқан әнші қызды көрдім. Әрине дауысы ұнады, келбеті, сахнада өзінің ұстауы, бойы, түрі бәрі ұнады да. Содан кейін мен қолқа салдым. Мен бір әнші қыз іздеп жүредім. Соған сен келеді екенсің. Осы әнді айтқым келеді дегенде ол қыз әрине қызығушылық білдірді. Бірақ біраз уақыт өтті, 2 жылдан кейін маған хабарласты. Үстіде Гүлсінай есімі, қарындасым. Содан екеуміз жолығып, мен енді айттым, сен даусыңды тыңдайын, осы әнді маған орындап бер деп екеуміз жолығып, орындағаны, әнді түсінгені. Одан кейін бұл ән өзі тереңдігіне қарамай, өте әуезді. Бұл жерде лиризм толған. Сол лирикасын, әннің мәнін, мағынасын, уайымын бәрін жеткізетін әнші болып шықты. Көңілімнен шықты. Дауысы ұнады, түрі де, бойы да, бәрі де сахна үшін жаратылған әнші. Сонымен Аллаға сансыз шүкір, қолға алдық. Бәрі де ойдағыдай, Аллаға шүкір, мен өте ризамын, разымын. Халыққа береріміз бар, айтарымыз бар. Біз әнді жеткізе алдық қой деген ойдамын. Ал қарындасыма мен ақ жол тілеймін. Әнді керемет жеткізді, менің көңілімнен толық шықты. Мен разымын. Осындай әнші қыздың маған жолыққанына Гүлсінайға өте разымын. Рахмет.